UizKZ каналына қош келдіңіздер. Неге аспан көк түсті? Күннің жарығы ақ түсті, бірақ ол түрлі түсті толқындардан тұрады. Қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көк, күлгін. Күн сәулесі жер атмосферасына кіргенде ауадағы молекулалар оны шашыратады. Көк және күлгін түсті толқындар қысқа болғандықтан көбірек шашырайды. Бірақ адам көзі көк түске сезімтал болғандықтан біз аспанды көк түсті деп көреміз. Неге теңіз суы тұзды? Жаңбыр мен өзен сулары жердегі минералдарды шайып, теңізге ағып келеді. Бұл процесте судың құрамына тұздар еніп, теңізде жиналады. Сонымен қатар су буланып, бірақ тұз буланбайды. Сондықтан тұздылық сақталады. Сол себепті теңіз суы тұзды болады. Шайға лимон қосқанда неге түсі өзгереді? Шай құрамында теофлавиндер және тиарубигиндер бар. Лимон шырынының қышқылдығы сулармен әрекеттесіп, шайдың түсін өзгертеді. Ол ашық түске айналады. Ұшақ пен құс қайсысы аэродинамикалық тұрғыда жақсы ұшады? Құс қанаттары өте икемді және ауа ағынына бейімделе алады. Сондықтан аэродинамика тұрғысынан тиімдірек. Бірақ ұшақ жоғары жылдамдықта ұшуға қабілетті. Өйткені олар ауа кедергісіне ең аз деңгейде жеткізетіндей етіп жасалған. Адам миы мен суперкомпьютер қайсысы жылдамырақ? Адам миы секундына шамамен 1 экзофлопс, яғни 1 квинтиллион операция орындай алады. Бірақ ол электр емес, нейрондық сигналдар арқылы жұмыс істейді. Суперкомпьютер кей есептерді жылдамырақ орындай алады, бірақ ми әлдеқайда тиімді және аз энергия жұмсайды. Телефон экранына саусақ тигенде қалай жұмыс істейді? Сенсорлы экрандар электр өткізгіштігіне негізделген. Саусақ терісі кішкене электр тоғын өткізеді, ал экранның астындағы сенсорлық қабат оны анықтап, қай жерде басылғандығын тіркейді. Неліктен біз түшкіре алмай жатып, көзімізді жұмамыз? Түшкіру бұл рефлекторлық әрекет. Ол кезінде мұрын мен көзге жауап беретін нервтер іске қосылып, ал денеміз автоматты түрде жабады. Бұл ішкі қысымның көзіңізді зиян келтірмеу үшін жасалатын әрекет. Пингвиндер неге тоңбайды? Пингвиндердің ерекше қалың май қабаты және тығыз су өткізбейтін қауырсындары бар. Олар жылу сақтайтын ауаны ұстап тұрады. Осылайша дене температурасы тұрақты болады. Сонымен қатар олар дене температурасына реттеу үшін бір-біріне тығыз жабысып тұрады. Адам денесіндегі мықты бұлшықет қайсысы? Бұл тілдің бұлшықеті. Ол бір уақытта бірнеше бағытта қозғала алады. Өте икемді және шаршамайды. Егер күш-жігер тұрғысынан қарасақ, жамбас бұлшықеті ең қуатты. Неге кей адамдар солақай? Солақайлықтың себебі генетика мен ми құрылымына байланысты. Адам миының 2 жарты шары бар. Сол жақ жарты шар дененің оң жағын, ал оң жақ жарты шар дененің сол жағын басқарады. Кейбір адамдарда оң жақ жарты шар белсендірек болып, олар сол қолмен жазуға әрекет етуге бейім болады.